Түбір асты x қарапайым функция сияқты, бірақ оның құпиясы бар. Неге график нөлден ғана жүреді? Бірге біле қояйық. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы y-тен түбір асты x функциясының графигі. Барлықтарыңыз білетіндеріңіздей, түбір астындағы сан әрқашанда нөлден үлкен немесе тең болады. Сондықтан осы функциядағы x-ті біз нөлден үлкен немесе тең деп аламыз. Және функцияның анықтау обысы нөлден плюс шестікке дейін болады. Ал енді y-тен түбір асты x функциясының графигін біз қалай саламыз? Ол үшін бізге таблица керек болады. Көріп тұрғандарыңыздай, таблицада x пен y мәндерін жазатын боламыз. Мысалы, x-ке 0 деген мәнді берейік. x 0 болған кезде біз y қаншаға тең болады? 0-ге тең болады. Дәл сол сияқты x-дің орнына 1-ді береміз, түбір асты 1, 1-ге тең. 2-ні береміз. Y бізде 1/141-ге тең болады. X-дің орнына 3-ті береміз. Түбір асты 3 бізде жуықта болғанда 1/173 болады. Дәл сол сияқты жалғастыра береміз. X-дің орнына 4-ті қоямыз. Y 2-ге тең. Түбір асты 5 бізде 2/124 болады. Және 6, түбір асты 6 бізде 2/145-ге тең болады жуықта болған кезде. Енді дәл осы мәндерді координаталық жүйеде белгілейік. X 0 болғанда y 0-ге тең, яғни бұл координатаның басы. X 1 болғанда 1-ге тең. X 2-ге тең болған кезде бізде жуық мәнмен y 1/141-ге тең. Жуықтап осы жерде белгілейік. X 4-ге тең болған кезде y 2-ге тең болады. Осы секілді барлық нүктені координаталық жүйеде белгілеп шығамыз, және нүктелерді қосқан кезде бізде осындай график пайда болады. Көріп тұрғандарыңыздай, график аударылған параболаға, дәлірек айтқанда, оның бір тармағына ұқсайды. Суреттен графиктің y осіне тек бір ғана нүктеде, яғни 0-0 координаталарында тиіп өтетінін байқаймыз. Енді осы функцияны GeoGebra қосымшасы арқылы толығырақ зерттеп көрейік. Бізде мысалы бірінші y-тен түбір асты x функциясының графигі берілген. Білетініміздей, ол бізде координаталық жүйенің бірінші ширегінде орналасқан. Бұл жерде тек 10 мәндер қабылданады. Енді түбір астындағы x-тің алдында минус таңбасы тұрған кезде график қандай болатынын көрейік. Бұл бізде графикте қызыл түспен берілген. Қарап тұрсаңыздар, жаңағы бастапқы функцияға y осы бойынша симметриялы болып келеді екен. Ал егер де түбір астындағы санның алдында минус таңба және де түбірдің сыртында да минус таңба болған кезде бізде h функциясы, яғни көк түспен берілген, үшінші ширекте жатады екен. Ал түбірдің сыртында минус таңбасы болып, түбірдің астында плюс таңбасы болған кезде бұл бізде төртінші ширекті қамтиды, яғни пи функциясы ретінде бұл жерде берілген бізде. Енді y-тен түбір асты x функциясын көріп тұрғандарыңызда жазып көрейік. f от x тен k көбейтілген түбір асты x плюс m қосылған n. Осы жерден m айнымалысын өзгертіп көрейік. Мысалы, m-нің мәнін біз 2 деп қойған кезде график қалай өзгерді? График x бойыменен минус 2 бірлікке жылжыды. Яғни сол бағытта. Қарап тұрсаңыздар, бұл бізде y-тен түбір асты x плюс 2 деген функцияның графигі. X осы бойынша, яғни бұл кері жылжиды. 5 деп қойсақ, минус 5 нүктесіне қарай жылжиды. Ал егер де m-ді минус 3 деп алсақ, бұл бізде график бойынша оңға қарай, яғни плюс 3 бірлікке жылжиды екен. m-нің мәнін қайтадан 0 деп алайық. Енді n айнымалысының мәнін өзгертіп көрейік. Мысалы, n тен 3 болсын. График бізде қалай жылжыды? Яғни y осы бойынша жылжиды екен. Плюс 3 болса бізде 3 бірлікке жоғары, минус таңба болса төмен жылжиды. Мысалы, минус 5. Y осы бойынша 5 бірлікке төмен жылжыды. Енді бізде k айнымалысы қалды. K мәнін жылжытқан кезде графиктің қаншалықты сығылғанын көре аламыз. Мысалы, 10 сан болса, график осылай өзгереді. Теріс болса, бізде x осіне симметриялы өзгереді екен. Ал енді есептерді шығарып көрейік. Бірінші есепті қарайық.
y-тен т бір асты x функциясының графигіне a, b, c нүктелері тиісті бола ма? Бізде берілген бірінші a нүктесі 1,144, 1,2. Бұл жердегі 1,144 ол бізде x-тің мәні және де 1,12 y-тің мәні. Нүктені функцияға тиісті немесе тиісті емес екенін білу үшін бізге жай ғана осы x, y мәндерін функцияның орнына қою керек. Яғни y бізде 1,12-ге тең болады, т бір асты x-тің орнына 1,144-ті қоямыз. Т бір астындағы 1,144 бізде қаншаға тең? 1,12-ге тең. Яғни бізде теңдік орындалып тұр. Демек, бізде a нүктесі y-тен т бір асты x функциясына тиісті. Енді екінші мысалды қарап көрейік. b бізде x-тен 0,13-ге, y-тен 0,109-ға. x, y. Функцияны мәніне қояйық. Сол кезде 0,109 тең болады т бір асты 0,13. Біле білсеңіздер, т бір астындағы 0,13-тен бізде 0,109 шықпайды. Яғни бұл теңдік қате, дұрыс емес. Демек, b нүктесі бізде осы функцияға тиісті емес. Келесі есепті қарастырып көрейік. Ол жерде бізге т бір асты x-тен 0,15 x теңдеуін графиктік тәсілмен шешіңіздер деп беріп қойыпты. y-тен т бір асты x және де y-тен 0,15 x деп екі теңдеу ретінде жаза аламыз. Енді бұл теңдеуді графиктік тәсілмен шешу үшін біз осы екі теңдеудің графигін координаталық жүйеде салып, екі графиктің қиылысқан нүктесін аламыз. Бірінші y-тен 0,15 x теңдеуінің графигін салып көрейік. Ол үшін бізге тек қана екі нүктеге қажет. x-ның орнына 0-ді берген кезде бізде y 0-ге тең. Және мысалы x-ның орнына 6 деген санды алайық. 0,15 көбейтілген 6 бізде y сонымен 3-ге тең болады. Енді координаталық жүйеде белгілеп көрейік. 0-ден 0 және x 6 болған кезде бізде y 3-ге тең. Осы екі нүктені қосқан кезде бізде осындай түзу шығады. Ол y-тен 0,15 x теңдеуінің графигі. Ал y-тен т бір асты x функциясының графигін салу үшін бізге тағы да бір таблица салсақ болады. Мысалы 0-ден 0, 1-де 1, x-тің орнына 4-ті берген кезде 2, 9-ды берген кезде 3. Координаталық жүйеде осы мәндерді белгілеп көрейік. 0-ден 0, 1-де 1, x 4 болған кезде 2, 9 болған кезде 3 деген мәнді қабылдайды. Нүктелерді қосқан кезде бізде осындай график пайда болады. Екі графиктің қиылысу нүктелерін қарастырып көрейік. Ол бізде екі нүкте. x 0-ге тең болған кезде және де x 4-ге тең болған кезде. Яғни, бұл теңдеудің екі жауабы бар, 0 және 4. Келесі кезекте үшінші мысалды қарастырып көрейік. Функцияның графигін салыңыз дейді. Бұл жерде бізге берілген функция y-тен т бір астындағы x-3 қосылған 4. Бұл біздің алдында қарастырған теңдеуімізге ұқсайды екен. Мысалы, y-тен т бір асты x плюс m плюс n деп жалпы түрде жазсақ болады. Айтып кеткендей, m x осі бойынша жылжиды, n y осі бойынша жылжиды. Бізде бұл жерде m минус 3, яғни x бойынша бұл кері 3 бірлікке 10-ға жылжиды. x-тен 3 яғни. Координаталық жүйеде x-тен 3 түзуін белгілейік. n 4-ге тең. Яғни y бойынша 4 бірлікке жоғары жылжиды. Бізде y-тен т бір асты x теңдеуінің графигі осы түрде екенін білесіздер. Енді осы графикті біз 3 бірлікке 10-ға 4 бірлікке жоғары салған кезде осы нүктені біз координатаның басы деп аламыз, яғни 0-ден 0 деп. Яғни бізде осындай график пайда болады.
Бұл y-тен түбір астында x-3 қосылған 4 функциясының графигі. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз бар болса, видеоның астында комментарийда қалдырып кетсеңіздер болады, және де тағы да қосымша есеп шығарамын десеңіздер, видеоның астындағы сілтемеден өтіп көз өтсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.